Бастапқыда сауда орталығы негізінде жұмыс істеген құрылым бүгінде толықтай шведтік технологиямен жабдықталған сүт фабрикасы. Қарағанды қаласында орналасқан фабрика тәулігіне таза экологиялық консервантсыз 100 тоннадан артық сүт өнімдерін шығарады. Кәсіпорын экологиялық таза шикізатты еш қоспасыз, майлылығына қарай сұрыптап, сүзбеден өткізеді. Арнайы лабораториялық тексеруде жасалады. Міне осыдан соң барып тетрапакеттерге құйылып қапталады. Сүт фабрикасы 3 жыл бұрын мемлекеттік қолдаумен жаңа қондырғылар сатып алған. Мемлекет қолдау көрсетіп отыр. Жеңілдетілген несиеге 20 миллион теңгенің 20 миллионына автокөлік таситын жаңа сүт суыту құралдары, тағы да сүттің сапасын анықтайтын құрал-жабдықтар алынып іске қосылды. Сүт фабрикасының өндіріс және сауда-саттық бөлімдерінің жұмысшыларын қосқанда, мұнда 550 адам еңбек етеді. Келешекте индустрияландыру бағытындағы мемлекеттік жеңілдіктер арқылы тағы да қосымша 15 елді мекенде сүт қабылдау орындарын ашпақ. Шымкент қаласында орын тепкен кәсіпорын Швейцария, Жапония, Германиядан әкелінген заманауи қондырғылармен жабдықталған. 10 жылдан бері жіп иіріп мата шығарады. Мұнда жоғары сортты мақталар өңделіп, одан жіп шығарылады. Дайын өнімнің де сапасына үлкен мән беріледі. Бүгінде кәсіпорында 450-ге жуық адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Дайын өнімді Франция, Англия секілді алпауыт мемлекеттерге сататын кәсіпорын жылына шамамен 15 миллион шаршы метрдей мата шығарады. Оған қажетті шикізатты да өздері дайындайды. Кәсіпорынның қарқынды тірлігінің арқасында табыс көлемі ұлғайып, жұмысшылардың да әлеуметтік жағдайы жақсарып отыр. Жылда мемлекеттен субсидия аламыз. Ол деген біздің мекемеге үлкен бір жәрдем. Соның арқасында біз жаңа технология батырмыз. Жаңа цех ашып батырмыз. Ол деген мемлекеттің қолдауымен, елбасымыздың қамқорлығымен болып жатқан нәрсе. Оған үлкен алғысымды айтамын. Осы шыққан табиғи өнімнің төсек орны жабдықтарын біз Құда қаласа шетелге сатамыз. Отандық тоқыма бұйымдарын дүниежүзілік нарыққа шығаруды көздеген фабрика болашақта іргелі комбинатқа айналмақ. Сөйтіп шикізаттан бастап мата тоқу, қала берді сан алуан бұйымдар шығару ісін жүйелі түрде жүргізбекші.